Барлығына сәлем достар, сіздермен бірге мен Нұрлан Қалам және көріп отырғандарыңыздай мен қасымда бүгін керемет менің достарым Досымжан, Ассалаумағалейкум. Зефрикс, Ассалаумағалейкум. Нунакун. Ассалаумағалейкум. Достар, бүгін біз 100 сағат бойы TikTok түсіретін боламыз и кім көп подписчик жинайды, сол 30 мың теңге толатын болады. Я, осындай челлендж видео. Дейсің, брат? 100 сағат. 100 сағатта TikTok түсіріміз. Я. Қанша видео? 100 сағат қара. 24, 48, 4 күн 4 сағат. 48, 48, 4 күн 4 сағат. 48, 50, 80, 4 күн 4 сағат брат. Сабақ 96. 4 күн 4 сағат екен. 4 күн 4 сағат. Ема 4 күн болып TikTok түсіреміз, а? Короче, қысқаша түсіндіріп кетейін. Біздер дейтін екіге бөлінетін боламыз, яғни екі команда болады. Бұлар дейтін Зефрикс пен Досымжан. И және біз, достар, Нунакун және Нұрлан Қалам, екеуміз бөлек команда. Екі команда болып жарысатын боламыз TikTokта. Яғни бүгінгі күннен бастап, қазіргі уақыттан бастап, Прям қазір ме аккаунттарына қанша подписчик қосасыңдар, Иә. сол екеуінің подписчиктерін общий қосылатын болады. Мысалы, сен 2 мың жинасаң, сен 3 мың жинасаң, сендерде общий 5 мың. Бізде тоже дәл солай. Осы сәттен бастап ойын басталды және біздің төбемізде қазір 0 деген подписчик болып тұр. Енді ертең 4 күн 4 сағаттан кейін қанша подписчик болатынын көреміз. Қазіргі төбемізде 0. Все, достар, біздер ютубер емеспіз енді, тиктокеріміз. Алматинский подросток как раз Есентай молдың қасында жүрміз, қазір билейміз, липстик түсіреміз қазір, липстик. Маған бір подписчиктер келді уже, мен төбемде бір деп тұр уже, қара. Бір деп тұр уже төбемде. Испанец бала, что там, конкурент боламыз? Я ваня айтам, fucking дай. Бойс. Короче, жоқ, ешқандай хейт жоқ. Тиктокерлар артқа десің. Тиктокерлар бізден жақсы ғой қазір. Достар, короче, максимально натурально жинауға тырысамыз. Ешқандай типа телеграмнан, там ютубтан жазылыңдарды айтпаймыз. Вот тиктокта рекке шықты ма, сол жақтан подписка жасайтын болады адамдар. Вот солай. Енді последний мен бірдеңе істеп кетейін, алыстап тұрмай. Арманым еді осы істеп. Арманың құтты болсын, брат. Қысқаша ережелер туралы тағы да айтып кетейін. В общем, екі команда болады. Досымжан Зефрикс және Нунакун мен мен. Әрбір команданың мақсаты 100 сағаттың ішінде TikTok түсіріп, барынша көп подписчик жинау. Қай команда көбірек подписчик жинайды, сол команда 30 мың теңге ұтып алады. Айтпақшы, осындай шарттар бар. TikTokқа ешқандай жарнама жасауға болмайды. Яғни YouTube'тан, Telegram'нан немесе тағы басқа жерлерден TikTokқа адам тарту мүлдем тыйым салынады. Қарсылас команданың TikTok аккаунтына кіріп, қанша подписчик қосылғанында қарауға болмайды. TikTok видеолардың барлығын өзіміздің аккаунттарымызға салатын боламыз. Бірақ осыған дейін жиналған подписчик санын біз санамаймыз. Тек осы жаңадан қосылған подписчиктерді санайтын боламыз. Әрбір командадағы екі адамның подписчик саны соңында қосылады. Яғни, мысалы, челлендждің соңында Нұрболат тек қана 2000 подписчик жаса, мысалы мен 3000 подписчик жасам, бізде 5000 подписчик болады. Ну, түсінікті шығар деген ойдамын. Ал ендеше, бастаймыз ба? Давайте, осы кішкентай интеграцияны көріп алыңыздар, содан кейін бастаймыз. Атат, өлтір, кон. Не алдысың? Сен кімсің? Сен бұл мен. Точнее, мен бұл сен. Едік бет. Короче, мен болашақтан келдім, бірақ болашақ программа емес. Кәдімгі болашақтан келдім. Айтпассан да түсініп отырмын. Шамалы скуфтанып кетіпсің да, өзіне қарап алшы. Бірақ киімін әдемі екен. Базар жоқ, жақсы көтеріліп кеткен сияқтымын ғой мен болашақта. Бар енді ондай. Не ғой, осы болашақта мен CS әлі ойнап жүрем ба? Әрине, бро, осы CS-ның арқасында біз жестко дамып кететінімізді білесің бе сен? Қумаш, қалай мен CS ойнап дамып кетем? Сен қатырасың вообще. Маңқа, CSGO Run сайтына кіріп, сонан жестко скиндер шығарып алып, ертең сен ақша жасайтыныңды білесің бе сен? Уш? Шын ба? Мен сол болашақтан әдейі келіп тұрмын ғой, сол ертерек бастай берсін деп. Әйтпесе сен 10 жыл бойы жүре бересің. Тоқташ, сайттың атын қалай деп айтып едің? CSGO Run. CSGO Run бұл ең мықты скиндарды көтеруге болатын сайттардың бірі. CSGO Run'да CS-тағы өз инвентарына прокачка жасап алсам болады. Сайтта неше түрлі қызықты режимдер бар. Мысалы, CSGO Run сайтындағы ең танымал режимдердің бірі бұл краш. Қойылым жасайсың, коэффициент өседі, сен оны құламай тұрғанда шығарып алсаң ұтасың. Өз бағынды осы ойында сынап көрсем болады. Ал егерде саған ол аз болса,
дабл, джекран, роллран, кейси режимдарын ойнап көр. Даблда қара, қызыл немесе сары түсті таңдайсың. Егер ойындағы түскен түс сенікімен сәйкес келсе, ақшаң көбейеді. Джекранда бірнеше ойыншылар ортақ банкке ақшасын салады, ал жүйе болса рандом түрде бір ойыншыны таңдап, соған бүкіл ақшаны жібереді. Роллранда 0-ден 100-ге дейінгі сан түседі. Сен алдын ала диапазон таңдайсың, мысалы 0-ден 50-ге дейін. Егерде шыққан сан сол аралыққа түссе, ұтып аласың. Айтпақшы, кейс ашып көрсеңіздер де болады. Сайтта жақсы скиндер жиі түсіп тұрады. Сонымен қатар CSGO ранда арнайы ішкі валюта ретінде қолданылатын фан режим бар. Бұл Run Money. Оның көмегімен арнайы колесо айналдырып, нақты балансқа ақша немесе скин ұтып алу мүмкіндігі бар. Ақшаңызды салу немесе шығару бұл жерде өте тез және оңай. Егерде депозитіңізді криптомен жасасаңыз, сізге 5% бонус беріледі. Ал егерде скинмен жасасаңыз, 10% беріледі. Сайтта күн сайын керемет скиндарға розыгрыштар болып тұрады. Сол себепті қалып қойма. Мықты скиніңді алып кет. Қазір осы жерден давай бәріміз бір-бірден TikTok түсіріп алайық. Давай. Просто ертең күнге бастап беру үшін да. Старт, давай старт. Көрсін адамдар. Бес минутта өткен жоқ, Нұрболат дейтін бір идея тауыпсат, TikTokқа біз уже түсірдік, бір какой-то звукқа маған жоқ, бірақ біз түсірдік. Жесткий кринж. Секундтен Алик дейтін достарымыз бар, короче, біздің. Олардың тренд жасаған тренді ғой, мировой. Бля, достар, кешіріңдер. Осындай жесткий кринж. Ладно, нормально. Мы тиктокеры. Новый алматинский переростықтар. Так что нормально. Помогаю начинающим тиктокерам деп біреу қалдырып кетсін. Комментарийда. Осындай соңында мынандай панч болады да. Маған тіркелмейтіндер мен жағында басып жатқан тиктокермін. Андайдаға тіркелмейді ешкім. Наоборот, отписка етеді сияқты бізден. Бля, анар бізде ұрлап жатыр идеяны. Дәл сол звукқа түсіріп жатыр, ема. Болмайды. Көрікті қайсының видеосы өтімдірек болады екен. Ұрлап жатыр, плагиат уже бастамай жатыр. Достар, менде гениальный идея болды бана. Біз дейтін Жұмабаев деген білет жарса, тиктокта шығамыз сіздерге. В общем, соған пародия түсірдік. Осындай. Бізде бүгін Нунакун. және Бля, хуй знает, брат. Нема, брат, сам монтажу керек емес, брат. монтажер. Что-то монтаждан поражение сияқты осы. А что, жаман ба не монтаж? Бля, білмеймін, брат, басқалар өте шығар, маған өтпей қалды, неше. А мына монтаж ше? Осы монтаж, брат, осы монтаж. Істемешін мына монтажды. Әне, тағы шықты. Бля, брат, қойш! Бесконечно продолжаться ете бере ма бұл? Иә. Міне, тағы шықты. В общем, Жұмабаев деген сұрақ қоятын бар тиктокер бар, осы Есентайдың айналасында түсіреді постоянно. Соған пародия түсірдік енді. Ренжіп қалмайтын шығар деп ойдам, жай ғана қалжың. Че там түсіріп отырсыңдар ма сендер? Иә, жайлап басып отырып. Сендер де 2 видео түсірген сияқтысыңдар ма? Кішігірім. Капказды біз камерамыз ұстап тұрсай, брат сен. Капказ, давай. Сол, и че? Просто фото түсіргенмін ба? Видео, брат. Неше секундтық? The next day. Ал достар, келесі күні басталып кетті. Бүгін біз дейтін тиктоктарымызды салатын боламыз. Кеше біз түнде түсірген болатынбыз, білесіздер ғой. Міне уже Нұрболат кешегі біздің түсірген видеоны салып қойды. Так, пока не айталам, достар. Әзірше Нұрболаттың видеосы тек қана 2000 просмотр жинаған екен. Қазір мен өзімнің ана кешегі түсірген Жұмабаевқа пародиямды салатын боламын тиктокқа. Все, уже монтаждап қойдым. Ал міне барлығы дайын тұр. Қазір қызыл кнопканы басамыз да и саламыз. Кеттік, ал опубликовайтты бастым. Рекке өтіп кететін шығар деген ойдамын. И бірнеше подписчиктер қосылса жақсы еді негізі осы видеодан кейін, өйткені скетч шынымен де күлкілі шықты. Ну, мен солай ойлаймын. Все, болды. TikTokқа кетті на видео. Zefrix пен Досымжан видеосы не отыр екен, шығардым екен олар. Маған әзірше рекке шыққан жоқ олардың видеосы. Достар, біз Нұрболат екеуміз қызықты контенттер шығарамыз деген ойдамын. Сол себепті Zefrix пен Досымжанға қиын болады деп ойлаймын, өйткені бізде идеялар көп TikTokқа. Достар, видео өтіп жатқан сияқты, походу 26 000 просмотр рекке шықты. Жұмабаевқа пародия түсірдік и Жұмабаевтың өзі комментарий қалдырып кеткен ғой, міне, қайда? Міне Жұмабаевтың өзінің комментариясы, Жұмабаевтан үйренген ба монтажды дейді. Короче, соған қарағандай видео өтіп кетті. Менде достар плюс 100 подписчик қосылды. 41 500 болып еді, қазір 41 600 болды.
Бізде достар плюс 100 подписчик. Құрметті достар, қазір мен үйдемін. Осыдан неше сағат бұрын, мен 4 сағат бұрын TikTokқа видеоны салдым. Ол видео 14.000 просмотр жинап тұр, 14.300 және де 670 лайк. Бұрында бір футболдан, бір динозаврлар түсінетін бір прикол салып қойған бұл. Жақсы жинап жатыр, енді ойлап тұрмын. Басса адамдар тіркеліп жатыр. Енді бізге Нұрболат пен Нұрланды қалдыру керек деп ойлаймын осы жерде. Қазір тағы да бір TikTok түсіру керек. 30.000 теңгені алып кету керек болып тұр ғой, точно. Досик не істеп жатыр екен, The next day. Тағы келесі күні басталды. Осы уақытта уже примерно 35 сағаттай өтіп кеткен болатын. Ал біз болсақ тек қана 2 TikTok түсіргенбіз. Өйткені қызықты идеялар ұзақ басыма келмей жатты. Бірақ осы күні мен өзімді қолға алып, Нұрболаттың үйіне барып, идеяларды ойластырып, тағы да TikToктар түсіреміз деп шештік. Қазір TikTok түсіреміз. Идея тауып алу керек бізге. Менде бірақ уже бір идея бар, достар. Как көресіздер? Біздер Нұрболат екеуміз көше шығып кеттік. Қазір TikTok түсіретін боламыз осы арада. Мегамозқа пародия түсіретін боламыз. Кеттік. Достар, локация іздеп жатырық TikTok түсіретін. Примерно осы арада түсіретін шығармыз қазір. Короче, кто в танке, кто не шарит, соңғы кездері Мегамозг деген мультфильмдегі Мачо Мен дейтін персонажбен мемдар көбейіп кетті. TikTokта жесткий форс болып жатыр осы персонажбен. И мен ойландым, неге осыған пародия түсірмеске қазақша версиясын. Мен ойымша күлкілі болу керек и өту керек. Все, TikTok түсіріп болдық. Мегамозға пародия жасалынды. Результатты міне көресіздер. Мен сені өлді деп ойласам. Менің өлгенім өтірік болып шықты. Сонымен қаланы дүріктіріп жүрген бұзақы сенбісін? Ё-майо, нағарандаршы тауды. Смок болып отыр ғой жесткий. Алматы арена жақта жүрміз. Короче, TikTok түсіріп алдық. Әдемі кетті. Уже получается біз 3 TikTok түсірдік, да? Нормально, қазір тағы да түсіреміз. Видеомыз дайын, достар. Мен монтаждап болдым. Мегамозға түсірген. Кеттік ал, TikTokқа салайық ал. Өту керек деп ойлаймын бұл реально өту керек. Опубликовать-ты басамыз ал. Кеттік ал. Қанша просмотр жайт деп ойлайсыздар? Онымен қатар достар, мұнда тағы да бір клип қазір шығайын деп жатыр. Нұрболат клип монтаждап жатыр. Қазір оны TikTokқа шығаратын болады. Клип қалай? Монтаж үлгеріп жатсың ба? Клип тонер жайлы болады. Қазір Зефрикс пен Досымжанмен көрісу керек. Сұрау керек оларды, жақсы болып жатыр ма, жаман болып жатыр ма? Мен олардың TikTok'ын көре алмаймын. Бля, достар, қазір мен дейтін Донер Насатбаева туралы видео салайын деп жатырмын, клип өз TikTok аккаунтымнан. Қалай ойлайсың, өте ме? Өту керек, нахуй көтін телеттім оған пиздец. Достар, ана видео үшін жестко тырысты. Біздер андай достар количество емес, качество жасауға тырысып. Мына историяда болуы мүмкін ғой, по сути, мына видео егер мен шақырып қалса Донер Насатбаеваға. История болып қалуы мүмкін ше, осындай видео түсіріп жатқан кезде салып тастадым деген сияқты. Так, обложка таңдайық, дұрыс обложка таңдау керек. Салып жатырмын, салынды. 1 істейм, 4 істейм, 5 істейм, 3 істейм, 6, 7, 8, 9, 10 да осып істейм. Бүгін екінші күн көріп отырғандарыңыздай мен тағы да TikTok салып жатырмын. Негізі біз TikTokта аз салып жатырмық. Бүгін Досымжан екеуміз көрісіп тағы да салу керек. Мен алдында түсіріп қойған видеоны монтаждадым. Қазір осын салам. Өтіп кетсе екен деймін енді. Осылай салып тастаймыз. Просто осылай күтеміз енді. Бізде кешеден бері әлі подписчик қатты қосылған жоқ. Айтпақшы кешегі видео 62.000 просмотр жинапты. Мінекей мына видеода салынды қазір. Досымжаннан бастаймыз. Досик дұрыстап түр жасап тұр. Көзін жұмып қалдым ғой. Енді бізде Нұрлан қалам. Так, не етсет. Ойлаңдаршы, осылай отқан жермен 2 милфа келіп. Хорошо работающий Бізде Нука. Ағайындар. Біз Нұрболатты түсіреміз. Мың жерде ылғи қайғырлар отыр ғой. Әлемді бөліп алайықшы. Күш қолында. Давай. Да, ұйықта отырғанда ма? Сол видеом салды. Мистер Прикольчик пен Нұрлан Қаламовта қанша подписчик бар екен білмеймін. Міне уже мен екінші видеом бүгін тағы да бір кешке видео түсіп тастау керек маған. А то менде әлі осынша кеше де 300 болып тұр, бүгін де 300. Неге мына жақтан вообще 100 подписчик келмеген бе даже? 62.000 просмотр 23 сағатта. Негізі қатты рекомендация өтпепті. Жарайды енді. Достар, короче, TikTok түсіріп болғасын тамақ ішейін деп жатырық енді.
Все, TikTok түсіріп болдық, енді тамақ ішіп алу керек болады. Все, біз Макдональдсқа келдік. A few moments later. Ал достар, біздер дейтін бұл екеуімен көрістік. Че там, не болып отыр? қарсылас командаға жалынды сәлем. біз сол қарсылас команда сыйламайды екен бұлар. наказды беру керек қой. 2 күн өтті достар арада, және біз қазір бір-бірімізбен жолығып кетуге келдік. Көріп кім не істеп жатыр, бәрін біліп кету үшін. Не істеп жатсыңдар? Біз Сендердің түсірдік. видеолар неге- Дальше Сендердің видеолары неге ретке шығып жатыр біздің? Сол ғой. Жоқ, түсірдік бүгін біз. Қаттықты Бүгін біз Мачо Мен туралы соған пародия түсірдік. Өтіп жатыр уже. Дальше Уже 30 мың просмотр. Бүгін салдық, уже керемет ұшып жатыр. біздікі де Донер Насатбаеваға. Сонымен қатар Нұрболат бүгін клип салды TikTokқа. Иә, Донер Насатбаеваға клип салдым. Уже 10 мың просмотр, кстати, Нұрболат TikTokта. қашан шықпайды? Нұрболат клип қашан шықпайды? TikTokта 10 мың просмотр, достар. міне досик жаман емес қой. Нұрболат дальше менші. Қашан шықпайды? Нұрболат терең шұңқырлардан көріне бер. Қысқасы біз Есентайға қайтан келдік. Қазір что там TikTok түсіреміз па? TikTok түсіреміз кеттік ал. Жеге достар сендерге новогодный атмосфера үшін шыршаның астында отырық. Let it snow, let it snow, let it snow. В общем, достар, қазір идея іздеп жатырмын. Неге пародия түсірсем болады? Не түсірсем болады вообще? Липсинг түсірмеймін ғой мен, достар. Липсинг түсіре алмаймын, достар. Липсинг үшін бір әдемі бала болу керек те. Біздің түріміз КамАЗ айдап жатыр. Так что бізге бір прикол түсіру керек точно. Иә, тағы да Есентайға келіп тиктоктарымызды түсіруді бастадық. Барлық тиктокерлар осы Есентайды түсіретін болғасын, бізге де неге түсірмеске. Сонымен қатар свет, локация барлығы бұл жерде дайын тұр. Мына жолы біздер қарсылас командалардың видеосына 2 адам керек болғасын көмектесейік деп шештік. Есесіне Досымжан біздің видеомызға оператор болды. Иә, команда арасында осындай бірлестік болды. Бірақ тек соңғы рет. Достар, біздер әйтеуір дегенде Нұрболат екеуміз идеяны ойлап таптық. Достар, спорт және махаббат. Крит туралы эдитті білесіздер ме? Қазір вот TikTokта хит болып жатыр. 17 миллион лайк жинап, короче, бүкіл әлемде хит болып жатқан эдит. Соған пародия түсірдік. Как көресіздер? Ебать, брат, нағыраш. Ничего за? Ебать, эдит, но, брат. Қумаш? Крит, қол, крит. Не қысылсың маған оны? Актер, бля, брат. Қумаш ема, не қумаш шаймаш? Қыр, брат. Че, не шықсың? Просто едет қойшы. Қарыш, ебать. Шаймаш ема, уақыт жоқ дейма. Брат, ты чё? Эй! Сен не криттің эдиттарына той болғансың ба, не? Жоқ. Бүйтіп отырсың ғой конкретно. Бой стеню. Бой стеню? Я жай ғана мускулым тренировать етіп просто. Эй, ема, қатырасың інішек, давай құс. Қайдан сен мені? Інішек? Ол айтпа мені. Құсым, мен сен жақсы көріп айтып отырмын ғой, жаман ойлама. Жоқ, ол айтпа сен маған. Сен өйтіп қалта берме сені. Әкең аузы. Өтпесе білмеймін достар. Өтпесе ренжимін достар. Хит болып жатқан Қайрат пен Реал Мадридтің. Тоғыдам тәте. Ебать, бәрі неге дуқтасынып жатыр? Қайрат браттан бар жерде мен ешкім дуқтасындыра алмайды. Інім, қалай мен тұр бермей тұрмын ба? Ебать, браттан дуқтасып қалдыңыз ба не? Көтім шапалақ ұрып жатыр ғой мына жерде. Қайрат, бергел. Ебать, браттан сізге айтып тұрмын анау. Добро беш, браттан, миын шашып жіберейін. Ұстамаш, браттан. Добро емес саған, добролар бердім. Сумкаңда дым жоқ қой салфеткіден басқа. Атыс басталып кетеді. Бұлар футбол туралы түсіріп жатса, біздер дейтін просто андай не түсіріп жатыр, пародиялар түсіріп жатыр. Бір-бірімізге көмектесуге бола ма негізі видеода? Жоқ, давайте бетек бүгін көмектестік бір-бірімізге. Бір-бірімізді видеомызға түстік, бірақ ертең уже қайтадан бөлек-бөлек түсіреміз. Қайта жауып аламыз. Иә, осы күні біз TikTok'ты кәдімгі плотно түсірген болатынбыз, сол себепті тағы да 2 видеоны алыңыздар. Мен осы рекомендациядан қазақты көріп қалатын болсам, сразу прям лайк, прочее басам. Даже комментарий қалдырып кетем, чтобы рекке кіру үшін. А вот мені қарайтын болсақ, мені 92% қазақ көреді, соның 1% болсын қолдамайды. The next day. Кеше Есентай молдың алдында түсірген видеоларды бүгін мен салдым. Қараңыздар достар, уже бізде 3 сағаттың ішінде 145 мың просмотр жинады. Және де рекомендация кіріп жатыр, адамдар подписаться етіп жатыр. По идее біз жеңетін сияқтымыз Досымжан екеуміз. 60 сағаттай уақыт өтіп кетті достар. Бүгін 29 август. Мен Нұрболаттың үйіне қайтадан келдім.
Бүгін достар тағы да тиктоктар түсіретін боламыз. Бүгін біз супер семейкаға пародия түсіретін боламыз. Және сонымен қатар футболдың темасында да тикток түсіру керек болып жатыр. Өйткені білесіздер ғой, Қайрат дейтін Лига чемпионовқа шыққан болатын. Және қазір тикток шулап жатыр сол тема бойынша. Біз дейтін бүгін сол Қайрат туралы бір прикол бірдеңе түсіруіміз керек тиктокқа обязательно. Өйткені хайповый тема, достар, біздер хайпажормыз. Иә. Обязательно о Қайратты обязательно түсіру керек бізге. Мен қазір полицияның рөлін ойнайтын боламын. Сол себепті менде осындай шлем бар. Шлем па алайын, кепка ма не, головной убор. Дайынсың ба? Тикток түсіруге Нұрболат? Иә, дайынмын. Все, онда кеттік. В общем, съемкасы басталды. Біздер супер семейкадағы бір сынын қайталаған болатынбыз. Жалпы осы жерін тиктокта жестко форс еткен болатын, яғни Frozen'ның моментін. Біз Нұрболат екеуміз сол сценаны өзімізше прикол қылдырып, осындай пародия қылдырып шығардық. Міне көріңіздер. Қатып қал! Мен су ішкім келіп тұр. Қатып қал деймін! Мен жай ғана су ішкім келіп тұр. Ал, ішіп болдың ба? Енді? Білемін. Қатып қал! Достар, біздер тикток түсірдік. Қайрат туралы прикол түсірдік. Сағат дейтін 11-ден асып кетті. Қазір салайын деп жатыр. Түнде, білмеймін, өте ма, түнде өтпей ма, өтет шығарым деген ойдамыз. Счастливого путешествия в Казахстан. Мен даже ешқандай тег деген нәрселерді қоймаймын. Тег ештеңе қоймайсың, просто досыны белгілейсің де, просто опубликовать, басасың и просто ұмытып кетесің видео салған. И сол кезде өтет видео. Ну скажи, куда мы летим? США? Канада? Африка? Счастливого путешествия в Казахстан. Достар, біздің Қайрат туралы видеомыз өтіп отқан сияқты, қараңыздар. Бір сағатта уже 5000 просмотр, походу рекке ататын сияқты. Все, бүгін біз походу рекке кіретін сияқтымыз. Енді ештеңе болып қалмаса. Сонымен қатар қараңыздаршы, комментарийда Zefrix қалдырып кеткен, дальше менше деп. Ё-моё, көре алмай жатыр, Zefrix көре алмай жатыр. По сути, достар, Zefrix'тар бізге жесткий конкурент болып жатыр, потому что олардың видеосы нормально атып отқан сияқты. Мен былай просмотрын көрдім, достар, бірақ қанша подписчик қосылғанын мен әлі білмеймін. Реально айтам, достар, мен маған сеніңіздер. Мен дым тексеріп отқан жоқпын оларда қанша подписчик қосылып отқанын. Бірақ өзім де білемін қанша подписчик қосылғанын. Бірақ соңында, давайте видеоның соңында айтатын боламыз, кімде қанша подписчик жиналған. A few moments later. Қазір мен кіммен сөйлесіп жатыр деп ойлайсыңдар. Нұрланмен сөйлесіп жатыр. Нұрлан, рекомендациядан видеоларым шығып жатыр ма жалпы былай? Мен репост етіп жүрдім даже. Репост жасадың ба? Поддержка. Нан жоқ сияқты саған, Нұрлан. Өтіп отыр ма, қалай, қанша жинап отыр? Енді жете алмайды сияқтысыңдар сендер. Жете алмайын деп тұрсың. Қазір ертең менде тағы бір идея бар, жесткий. Менде тағы ауырынан кеттіңдер енді Қайрат деп. Менде тағы біреу отыр ғой, запаста оны шығармай отырмын. Чит-код. Енді 3 сағаттың өзінде, брат, 150 мың ба сондай просмотрды 3 сағатта. Ойлашы, брат. Менде Қайрат түсірген онда. Енді көріңдер, өте түк көріңдер енді. Футбол қарамаймын. Чит-кодтан бастап кетсең, на хайпы просто алып отырсың. Жақсы, енді жігіттер жайлап ақшаларың дайындей бересіңдер ғой, да дос екеуміз күтіп отырғанда бұйыртса. Әлі біткен жоқ, еще не сдаемся. Достар, сіздер қалай ойлайсыздар? Мен подписчикті айтпаймын ғой, брат, өкініштісі. Мені қосылды ма уже? Айтпаймын оны. Оны соңынан айтам. Бірақ ұтып бәтсіңдер ау деп ойдамын мен де. Мен сендердің де подписчиктеріңді қарап отқан жоқпын, брат. Жоқ, мен қарап отқан жоқпын сендерді. Вообще қарамадым. Мен ана тек маған өтіп шығып жатқандарды лайк етіп отырмын просто. Конкуренттерді қолдап отырмын. Все, брат, давай. Біздің TikTok видеолар қанша жақсы просмотр жинаса да, мен сонда да сәл қорқып тұрмын Zefrix'тан. Өйткені олардың видеосы да жақсы өтіп отқан сияқты. Қанша подписчик қосылып отқанын мен білмеймін әзірше. Соңында көреміз. Бірақ не болса да, достар, мен түсінбей тұрмын, достар, кім көп подписчик жинағанын. Енді ертең көретін боламыз. Я, достар, айтпақшы, уже ертең біздің челлендж бітеді. Ертең уже 100 сағаттай өту керек жалпы. И сондан кейін біз көретін боламыз қай команда ұтқанын. В общем, келесі күні басталды, 100 сағаттай өтті. Енді қай команда ұтқанын көрейік. Все, достар, так, результат жасайтын уақыт келді. Төртеуміз жиналдық, көріп отырғандарыңыздай бір-бірімізге камера қойып қойдық, түсіріп отырып. Қарсылас команда болып отырды. Эмоциямызды қазір енді, достар, шешетін уақыт келді, кім ұтқанын. Көрейік ал. Қарсылас командаға жалынды сәлем. Так,
қалай болды вообще осы 4 күндерінде қалай өткіздіңдер? Иә, 100 сағат өтіп кетті достар. Короче, жақсы, былай. Біздер продуктивно өтіп кетті даже. Андай, мы даже в шоке, что осындай просмотр жиналатынымызға. Сол айтам, просмотр жақсы жатты видеолар. Бізде трендтен қалмадық, бірақ. Сендердің видеоларыма шықты рекке, прям жестко. Сендерге я шықты. Шықты ма? Рекке Қалай шықты. екен? Дальше мен жем. Ойлайтам рек емес, подпискадан шықты. Просмотрдан алдық қой. Бір видеоның өзі сендердің бүкіл тиктоктарындағы просмотр шығарды ғой. Сендерден де футболды байқап қалдық біз бірақ. Идея ұрлау бар ма? Так, давай, басында қанша челлендждің басында 41.500 ол. 1.500 да? Қазір 43.600. 43.600. Давай, мен санай. 2100 подписчик қосылыпты, получается. Сен қосты ма? Сенің аккаунтың? Енді менікі қарайық, сен қара. Нұрбатта 100 подписчик қосылыпты. Неше? Сонда получается. Неше анажде? 100 подписчик қосылған сенде. Короче, 2200, да, получается. 2200 подписчик. 2200 подписчик жинадық. Дос. Енді сендер қарамайсыздар ма? Біздікін көрдір еді. Сендерде қанша болып еді? Бізде 2200. Жоқ, қара. Отырып тұрмыз ғой. Отырып тұрық па десе, отырып тұрық. А? Отырып тұрық. Отырып тұр екенбіз ғой, басса. 2300 болайын еп тұр. Жоқ, общий подписчик. То есть, Zefrix'in подписчик неше ол? 80 қанша? Жоқ, 181.200. Көрсетші. Көрсетші. 79.400. Так, 179.400. Бізде просмотр көп болды, бірақ неге? Может, сенька қосылған шығар подписчиктер? Менікі минусқа кетті. Точно плюстамыз ба дейсің? Точно плюстамыз ба? Бірақ, брат, менің просмотр, мен 5 видео түсірдік па, 5-еу де атты. Тіркелу дейтін қиын. Тіркелмей қараған ғой біздікі. Біз подписаться ет деп айта алмадық қой, түсініпсің ба, брат? Сондай не призыв не істеу керек деңіз бар ғой. Біз бірақ айтқан жоқпыз ғой, тіркеліңдер деп. Біз ұттық. Просмотрға қарау керек деңіз болмайды ол. Давай енді просмотрдан қарайық та. Просмотрдан просто көре салайық. Просто көре салайық. Просто Окей, ладно, давай. Интерес просто. Общий Нұрлан екеуміздің просмотрларымыз 800 ба? 800 мың общий просмотр жинап. Біз нақтысын, біздікін қарашы, брат, нақты просмотрымызға қарасай біз. Короче, 9810. Просмотрдан енді олар озыпты. Достар, в общем, біздің команда ұтты. Біздер 30 мың теңге толдық. Мен қазір Нұрбатқа 15 мың беремін. Жіберем қазір. Переводпен қазір. Все, достар, Нұрбатқа 15 мың теңге кетті. Все. Так. А что, мен өзімнің Өзіңе отын не алып жүрмедіңіз? Өзіме 15 мың теңге. Короче, достар, битек. Бар по просмотрам ұтты конкретно, да? Сол үшін Чтоб көңілдері қалмау үшін қалған өзінің призымды. Мынаны жабу керек шығар, мына счетты жабу керек шығар. Соған мен тамақсыз отырмын ғой, мен де тамақ жеуім керек шығар. Өзінің призымды, достар, 15 мыңды бөліп Zefrix'пен Это было смело. Если президенттікке сайлауға түсін саған дауыс бердім. Так, Ресей қырып кетті ге. Диасқа кетті. Все, достар, Досымжанға да жібереміз. Все, кетті. 7,5 мың. Ұтылып тұрып та ұтып кеттік қой сонда, досик біз. Короче, Нұрланға үлкен рахмет. Ұтылып тұрсақ та біздің еңбегімізді бағалап тұр ғой сонда. Все, үлкен рахмет. Тиктокер болдық осы видеоның арқасында. Вообще тикток түсірмейтіндік, ә? Жаман қуанып отыр, мынаны ұтқанымызға емес. Қуырдақ болады. Біз айтшы андай, мысалға қараш, тиктогымызда да дамытып алдық. И ақшаны ұтып алдық. Вот это мотивация, осындай сайыстар көп болсын, Нұрлан, саған рахмет. Аз достар, сіздерге ұнаса видео лайк басып, арна жазылыңдар. Осымен онда келесі видео көрсеміз. Давайте, достар, сау болыңыздар.